Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз өткен сабақта таныс болған Тынымбай Нұрмағамбетұлының анасын сағынған бала әңгімесін қайталау. Сабағымыздың негізгі оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Ең бірінші, оқушылар, сабағымыздың мақсатында айтылғандай, сіздерге таныс емес әдеби теориялармен таныстырып алғанды жөн көрдім. Дәптерімізді ашып, жазып отырайық. Фабула көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау. Ал сюжет өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Демек, ол шығармаларда көрінетін оқиғаның барысы, дамуы, шарықтау шегі десек те болады. Кез келген көркем шығарма сюжетсіз болмайды. Сюжет – авторлық мақсат, ал фабула болса сол мақсатқа жетудің құралы десек те қателеспейміз. Ал ендеше, оқушылар, мен сіздерге өткен сабақта Тынымбай Нұрмағамбетұлының анасын сағынған бала әңгімесін үйде оқыңыздар деген тапсырма берген болатынмын. Олай болса, үй тапсырмасын бекіту үшін мына бір тапсырманы дәптерлеріңде орындай қойыңдар. Ол үшін сұрақтарды дұрыс жауаппен сәйкестендіру қажет. Оқушылар, бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмадағы көрсетілген сілтемені басып, мына видеоны қарап, әңгімедегі Сержанның отбасымен салыстырыңдар. Өткен сабақта сіздер отбасы құндылығы тақырыбында эссе жазған болатынсыздар. Тағы да назарларыңызға мына дағдыларды ұстай жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Енді, оқушылар, сіздерге үй тапсырмасын бергім келіп отыр. Үйге менің отбасым, менің мақтанышым тақырыбында видео бейне әзірлеңдер. Екіншіден, анасын сағынған бала әңгімесінің сюжеттік дамуын сипаттай қойыңдар. Яғни, оқиғаның басталуы, байланысы, дамуы, шешімі қалай болғанын дәптерлеріңізде орындап, маған WhatsApp желісінде жіберсеңіздер болады.